Арма қазақ елі, қалайсыздар? Бүгінгі біздің түсірілім осы киіп-киім мрамор жайлы болады. Бізде қазір киіп-киім мраморымыз бітті. Бұны бірінші қандай клеймен қолданамыз? Клейміз обычный титан, силикон монтажный. Бірақ басқа фирманы лажы болса қолданбаған жақсы, осы титан жақсы. Бұл жерде бірінші центровка жасаймыз. Енді ана жерде ортада розеткінің орындары бар. Оны меткелеп сызып суретке түсіріп қойғанбыз. Соны бетін тесіп, розеткілердің бетіне қоямыз болды. Бұл енді сложный, бұл жерде еш нәрсе жоқ. Мына жерге міне латун жабысқан. Серый латун. Мына жағы панель. Мына панельдер 12 сантиметр болады. 12 сантиметрден бөлек-бөлек жабысады, декор сияқты. Стена лажы болса теп-тегіс болу керек. Сол кезде толық жатады бұл. Мраморымыз бұда да сондай силиконмен жабыстырылады барлығы. Енді өзіңіз дизайнын қалай қалайсыз, солай жасай берсеңіз болады бұл жерде. Сложный еш нәрсе жоқ. Ақшаңыз жетіп атса, жан-жағына алып, әсемдей беруге болатын неше түрлі қылып. Міне плинтустан кейін галтель потолок біту керек, содан кейін жабысады. Арнаға тіркеліп, подписка жасап қойыңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады. Мына жақтардың бәрі шелк, мокрый шелк жағылған. Бұларға да тоқталатын боламыз әлі. Кухня. Арнан қолдай кетіңіздер. Видеоны толық көріңіздер. Мұнда размері шықты. Өребенге қойылды. Енді силикон жағып, жабыстыра бастаймыз. Бұл жерде киіп-киім мрамордың размері 1,22-де 2,80 болады. Біздің висатамыз биік болды, сондықтан астына 5-6 см жалғанды. Біз сондықтан киіп-киім мраморды кесіп, центрын ортаға келтірдік. Өйткені латун жабысатын болғандықтан центрі ауып кетейін деп тұрып жерде. Бірінші киіп-киім жабыстырамыз, екінші панель жабысады уже. Панелдің де размері 2,80 болады. Ені 12 сантиметр болады. Декор сияқты, как обычно, құрасады бұлда. Өзіңізге қалай ұнайды, дизайнын солай таңдап, подсветка қойып, болмаса ортаға келтіріп, телевизорге жасай беруге болады әртүрлі. Ал сәттілік тілеп қойыңыздар. Қазақ арнамыз көбейсін.